Саламатсыздар ма достар? Бүгінгі өтетін сабағымыз 2 сынып қазақ тілінің 81 сабағы жұрнақ пен жалғау. Сонымен бізге берілген тапсырма жұрнақ пен жалғау. Екінші жаттығу тақырыбына қарап нұсқаулық мазмұнын болжа және түсініп оқы дейді. Денің сау болсын дейсең. Бірінші, үйге таза ауа көп кірсін, күннің сәулесі шуағы түсіп тұрсын. Сау болу үшін таза ауа, күннің шуағы керек екенін ұмытпа. Тұла бойыңды ең болмағанда мойныңды, көкірегіңді, арқаңды күнде салқын сумен жуып тұр. Жылы мезгілде суға көбірек шомыл. Өзіңді, тамағыңды таза ұста. Ішкен жеген сайын аузыңды тазалап шай. Аузыңды таза ұстасаң, тіс ауруының көбінен құтыласың. Таза ауада көбірек серуенде. Өте жылы киінбе, басыңа жеңілдеу нәрсе ки. Денеңді тар киіммен, белбеумен, түрлі баумен байлап қыспа. Аяқ киіміңнің өкшесі жалпақ, аласа болсын. Биік өкше өте зиянды. Киімің, әсіресе шұлығың суланса, тез арада шешіп тастап, құрғақ киім ки. Жалпы, бізге берілген тапсырма автордың айтқысы келген негізгі ойын тап дейді. Өзің осы айтылғандарды орындап жүрсің бе? Нұсқаулықтың бірінші бөлігін көшіріп жазып, заттың атын білдіретін сөздерді сөз құрамына қарай талда дейді. Демек, ең алдымен бірінші бөлігін көшіріп жазасың, яғни үйге таза ауа көп кірсін. Күннің сәулесі шуағы түсіп тұрсын. Сау болу үшін таза ауа, күннің шуағы керек екенін ұмытпа. Дәл осы бөлігін дәптерге толығымен көшіріп жазамыз. Осы бөлігін. Екіншіден, өзің осы айтылғандарды орындап жүрсің бе? Әрине, осы айтылғандардың барлығын орындап жүру міндетті, я? Сонда денің сау болады екен. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деген. Осыларды орындау маңызды, я? Одан кейін заттың атын білдіретін сөздерді жаз дейді. Автор денсаулық мықты болу үшін тазалықты дұрыс сақтап, дұрыс тамақтану қажет екенін айтып жатыр, дұрыс па? Жалпы үйді жиі желдетіп тұрған жақсы және күн сәулесі түсіп тұрғаны жөн. Өйткені ол денсаулыққа өте пайдалы. Екіншіден, заттың атын білдіретін сөздерді теріп жаз деген. Ол үйге, күннің, сәулесі және шуағы деген сөздер, я? Ал енді бұл сөздердің жұрнақ жалғауларын анықтайық, я? Бірінші, үй деген бұл негізгі түбір сөз, я? Үй деген түбір сөз. Ал ге деген жалғау екен. Бар септігін жалғау, я? Күн деген негізі түбірі, ның деген ілік септігінің жалғауы. Сәулесі деген сөзде сәуле деген түбір сөз, ал сі деген бұл жалғау екен, я? Шуағы деген шуақ деген сөзінен шыққан, деген бізде жалғау екен. Жалпы жұрнақ түбір сөзді осылай белгілеп аламыз. Қызылмен жазып қойын қазір. Негізгі түбірді осылай белгілеп аламыз. Жұрнақты 3 бұрышқа белгілеткенбіз, ал жалғауды 4 бұрышқа белгілеткенбіз, я? Одан кейін тазалықты сақта. Қолыңды жиі жу, тамақ ішкен соң тісіңді жу. Тіс жуатын щетканы 3 ай сайын ауыстырып тұр. Үнемі таза жүруге тырыс. Ал енді келесі тапсырмаға өтейік. Келесі тапсырмада 73-ші жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. Алдымен оқып алайық, я? Жан дүнием ізгіліктен жаралған, жүрегімнен күн шуағы таралған. Адамдарды ардақ тұтып аялап, тек жақсылық жасай беру бар арман дейді Абдырахман Асылбек. Ең алдымен тапсырмада осы сөздерді, өлеңді жалпы көшіріп жазып аламыз. Одан кейін қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына қарай талда дейді. Тура жаңағыдай етіп, жұрнақ жалғауларын анықтап шығады екенбіз, я? Демек, ізгі деген бұл бізде түбір сөз, я? Ізгі. Лік деген жұрнақ болады екен.
Тен деген бұл бізде жалғау, иә, шығыс септігінің тан, тен деген шығыс септігінің жалғау екен. Одан кейін жүрегімнен деген сөзден жалпы жүрек деген түбір сөз болады. Деген менің жүрегім, сенің жүрегің. Бұл бізде жалғау болады, иә. Нан, нен деген шығыс септігінің жалғауы. Адамдарды, адам, түбір, дар деген көптік жалғаулары, дар, дер, тар, тер деген, деген табыс септігінің жалғауы, иә. Осылай жазып аламыз. Енді келесі тапсырмаға өтейік. Келесі тапсырмада 74-ші жаттығу. Берілген сөздерге жұрнақ пен жалғауды қатарынан жалғап жаз дейді. Таза, біл, дойбы, жаңа деген сөздер, иә. Сөздерге жұрнақ пен жалғаудың қайсысы бұрын жалғадың? Өзің осыдан қорытынды жасап көр дейді. Жасаған қорытындыңды төмендегі ережемен салыстыр дейді. Ал мен ережені бір оқып көрейік. Түбір сөзге жұрнақ та, жалғау да жалғана береді. Алдымен жұрнақ, содан соң жалғау жалғанады екен, иә. Хоккейшіге деген, хоккей деген сөзге түбір, иә. Ш деп жалғанған және ге. Хоккейші, ге. Хоккейшінің, хоккейші мен. Жүзгіш тер, оқулық та, ұшқыш пен. Көрдіңдер ме? Түбір сөздің мағынасы бөлек. Жұрнақ не жалғау жалғанатын болса, олардың мағыналары шамалы өзгереді, иә. Сонымен бірінші таза деген сөзге біз жұрнақ және жалғау жалғап көрейік. Тазалыққа деген сөзге таза, лық, қа деп біз жалғадық, иә. Таза түбір сөз бізде. Қазір. Таза деген бізде түбір сөз. Лық деген бізде жұрнақ, қа деген жалғау, иә. Біл деген сөзге жұрнақ және жалғау жалғайды екенбіз. Біл деген сөз бұл бізде түбір сөз. Білгір, жұрнақ, лер жалғау екен. Дойбышыны, дойбы түбір, шы, жұрнақ, ны деген бізде жалғау екен. Жаңа деген сөзге жаңалықтан деп жалғадық, иә. Жаңа түбір, лық, жұрнақ, тан деген жалғау екен. Сөздерге бірінші жұрнақ, сосын жалғау жалғадық, иә. Ал енді келесі тапсырмаға өтейік. Келесі тапсырмада 75-ші жаттығу. Сеніңнің сау болуы өзіңе байланысты тақырыбындағы пікірталасқа қатыс. Ол үшін төмендегі талаптарды басшылыққа ал. Бірінші, өз пікіріңе нақты дәлел келтір. Екінші, пікіріңнің дұрыстығына басқаларды сендіре біл дейді. Нақты пікір жазатын болсақ, денім сау болсын десең. Денің сау болсын десең, ең бастысы салауатты өмір салтын ұстану қажет деп ойлаймын. Себебі салауатты өмір салты бұл ең әуелі денсаулықты сақтауға және нығайтуға бағытталған сауықтыру жолындағы белсенді іс-әрекет. Үлкен кісілер ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп бекер айтпаса керек. Себебі дені сау адам ең бай адам. Таңертең күн шуағында жаттығу жасап, таза ауада ойнап, денеңді шынықтыр. Көп тәтті жемей, көкөніс пен жеміс жидек жесек, деніміз сау болады. Денсаулықты сақтауымыз өзімізге байланысты. Тазалық саулық негізі, саулық байлық негізі. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар достар.